ұсынғалы отырған тарау ол комбинаторика, статистика және ықтималдықтар теориясының элементтері деп аталады. Бұл тарауда функционалдық сауаттылық және логика қоса қарастырылады. Енді осы тараудың бірнеше тапсырмаларының шығару жолдарын сіздерге ұсынбақшымын. Осы 10-шы бөлімнің бірінші тапсырмасы. Тапсырма шартына сәйкес біз жұлдызшалардағы цифрлармен ауыстырып, сонан кейін өрнектегі барлық цифрлардың қосындысын табуымыз керек. Ол үшін 45-ті мына схемада көбейтіп жазамыз. Сонда екінші қосындыдағы нәтижедегі екінші цифрымыз біздің 3-тің алдындағы цифрдің тақ немесе жұптығына байланысты 8 немесе 3-ке тең болады. Егер 8 деп қойсақ, онда 3735 шығайын деп тұр. Ал біздің нәтижеде 4-тен басталатын сан шығу керек. Сондықтан келесі цифрымыз 9. Жұлдызшаның орнына 9-ды қою арқылы 45-ті 93-ке өткенде 4185 шықты. Есептің шартына сәйкес. Демек, өрнектегі цифрлардың қосындысы 39-ға тең. Дұрыс жауаптар көрінді, Д жауабы сәйкес. Көрсетілген логикалық амал мына өрнек арқылы анықталатыны белгілі. Сонда біз мына логикалық амалдың неге тең екендігін анықтауымыз керек. А-ның орнына 5 мәнін, Б-ның орнына 3-ті қою арқылы біз бөлшектің алымында екі өрнектің квадраттарының айырымы қысқаша көбейту формуласын жазаламыз. Оны бөлшектің бөліміне қысқарту арқылы 5 минус түбір асты 3 өрнегін аламыз. Бұл дұрыс жауаптар кодындағы С жауабына сәйкес келеді. 6-шы тапсырма. Тәжірибе кезінде А оқиғасының пайда болу ықтималдығы П тең 0,8 болса, тәуелсіз тәжірибе саны n 3-ке тең болса, онда А оқиғасының 2 рет түсу ықтималдығын табыңыз дейді. Енді бұл есептің шешу үшін біз Берноулли формуласын пайдаланамыз. Мұны алдарыңызда көріп тұр. Енді А оқиғасы және оған қарама-қарсы оқиғалардың ықтималдықтары П және Q болғандықтан олардың қосындысы 1-ге тең, бұдан Q-дің 0,2-ге тең екендігі шығады. Енді Берноулли формуласындағы П-ның орнына 0,8-ді, Q-дің орнына 0,2-ні, N-ның орнына 3, ал К-ның орнына 2-ні қою арқылы теру есептеп, біз соңғы нәтиже 0,10,3084-ті табамыз. Ол дұрыс жауаптар кодында А жауабына сәйкес келеді.